Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода 7 сыныптардың бірінші нұсқасы алгебра пәні бойынша статистика және мәліметтерді талдау бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бірінші есепте былай берілген 2 балл. Ғылыми жобалар сайысына қатысушылар тақырыптар бойынша 8 секцияға іріктелді. 50 қатысушының секцияларға таралу жиілік кестесі түрінде берілді дейді. Бізде мына жиілік 50-ге тең екені белгілі, яғни мыналардың барлығының қосындысы 50-ге тең екені белгілі болса, біз мына белгісіз мына жерге бос тұрғызды, яғни x деп алатын болсақ, осы бос тұрғызды табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Яғни барлығын қосамыз. 5 қосылған x, қосылған 12, қосылған 8, қосылған 6, қосылған 3 тең болу керек 50-ге. Бұл жерде енді тиімді тәсілдерді қолданып есептеуге болады, барлығын қосындысын әйтеуір табуымыз керек. Есептейік, мында 7-ге 5-ті қосамыз, 12-ге 20-ны қосамыз, 32-ге 9-ды қосамыз, 41, яғни бізде 41 қосылған x тең 50 болып тұр. Осы жерден x табатын болсақ, 50-ден 41-ді азайтып тастаймыз. Сонда бізде белгісіз санымыз 9-ға тең болып тұр екен. Яғни мына бос тұрғызудың орнына біз 9 деп жазамыз. Сонымен біздің есебіміз шықты. Табу керек нәрсемізді таптық. Болды, жауабы 9 болады. Келесі есеп, екінші есеп, 2 балдық есеп. Кестеде қыркүйек айында жарыққа шыққан 9 фильмнің орталық кинотеатрда неше рет көрсетілімде болғаны келтірілген ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігін табыңыз дейді. Бұл үшін біз тағы да мына жиіліктің барлығын қосындысын тауып алуымыз керек. Неше болатынын жиілік деп жазылайын. Яғни 5 қосылған 3, мыналардың барлығын яғни қосып шығамыз бір-біріне. Қосылған 6, қосылған 12, қосылған 11, қосылған 8, қосылған 5, қосылған 4, қосылған 6 тең болады. Мынау 10 болады. 8, 8-ге 6-ны қосамыз. 14, 14-ге 12-ні қосамыз, 26, 26-ға 11-ді қосамыз. 37, мынау 45 болады. 50, 60 шықты бізде. Яғни есептеп алдық 60 екенін. Енді салыстырмалы жиіліктің бізде ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігі дейді. Бізде ең танымал деп тұрғанымыз мына 4-ші фильм, яғни ол 12 болып тұр. Яғни 60-тан 12 деп аламыз. Олар қысқаратын көріп тұрық, яғни 5-тен 1 шығады екен. Сонда 5-тен 1 жауабы бізде. Астына да жазып қояйық. 60-тан 12, 60 пен 12 қысқарады, 1, 5, 5-тен 1. Ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігі сонда 5-тен 1 болып тұр жауабы. 5-тен 1. Әрі қарай келесі есеп. Үшінші есеп 4 балдық есеп. 7 сыныптың оқушылары қанша үй жануарын ұстайтын туралы мынадай мәліметтер берілді дейді. Яғни ешқандай ұстамайтындар бар, варианттар дегеніміз. Кішісінен бастаймыз. 0, мүлдем ұстамайтындар бар үй жануарларын. 1 үй жануарын ұстайтындары бар. 2-ден ұстайтын бар. 3-ден де бар екен. 4 және 5. Одан артығы жоқ. Енді осының ішінен 0-дердің санын санап шығамыз. 0 1 үй, 2 екен. Соны жазып қоямыз. Абсолюттік жиілікке 2 деп жазып қоямыз. Енді бірлердің санын санап шығамыз. 1 үй, 2 үй, 3 үй, 4 үй, 5 үй, 6 үй, 7 үй, 8, 9. Бірлердің саны 9 екен. 9 деп жазып қоямыз. Солай екілерді есептеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мұқият болу керек. Біреуінде тастап кетпеуіміз керек. Тастап қырайықшы. Біреу. Мына жерде екінші тастап кеттім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. 7 емес 8. 3-ін есептеп шығайық. Біреу, 2, 3 екен. Енді 4-терді санайтын болсақ, міне тек қана 1 4 тұр. 4-іміз біреу, 5 дегеніміз ол да біреу екен. Осылай жазып алдық. Енді салыстырмалы жиіліктерін жазып шығуымыз керек. Ол үшін абсолюттік жиілікті есептеп алайық, қанша болатынын. 2 қосылған 9, қосылған 8, қосылған 3, қосылған 1, қосылған 1 тең болады нешеге? 2 мен 8-ді қосып алсақ 10, 19, 22, 23, 24. Яғни абсолюттік жиілігіміз 24. Салыстырмалы жиіліктерін бүйтіп жазып шығамыз енді. 24-тен 2, олар қысқарады екенді. 12-ден 1 болады. 24-тен 9, олар да қысқарады. 24-те 9-да 3-ге бөлінеді, яғни 3 алымында бөлімінде 8.
24-тен 8, олар да қысқарады, 3-тен 1, 24-тен 3 болады, олар да қысқарады, 8-ден 1 болады, мында 24-тен 1 болып қала береді, қысқармайды, 24-тен 1 болып қала береді. Енді біз жаздық, яғни Б вариантысын жаздық, абсолютті және салыстырмалы жиілік кестесін салдық, кестеміз толық. Бірақ бізде дескриптор бойынша, дескрипторын көрсетпей кеттім, дескриптор бойынша бізде салыстырмалы жиіліктің тексеріңіз дейді, яғни дұрыстығын. Ол үшін біз не істейміз? Салыстырмалы жиіліктің қосындысы бізде бірге тең болу керек деген қасиет бойынша, яғни 24-тен 2-ні қосамыз, 24-тен 9-ға қосамыз, 24-тен 8-ге қосамыз, 24-тен 3, қосамыз, 24-тен 1, қосамыз, 24-тен 1, осының барлығы қосындысы бірге тең болатын болса, біз дәлелдедік, яғни салыстырмалы жиіліктің мәнінің дұрыстығын дәлелдедік. Енді алымдарын қосып шығатын болса, бөлмей 24 болып қала береді, 11, 19, 22, 24, яғни 24-тен 24 шығып тұр, ол дегеніміз бірге тең. Сонымен үш есепті де талдау осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода екінші нұсқасы талданатын болады.